Сәлем, құрметті менің оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай оюды қалай тоқитынымызды көрсететін боламын. Менің каналыма подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл жерде менде ою қос мүйізді су деп аталады. Қос мүйізді өрнек ою. Бізге қажеті ең басты екі түрлі жіп. Түсті өздеріңіз таңдайсыздар, сәйкестендіріп, және крючок. Крючок жіптің қалыңдығына байланысты менде 2,5. Алдымен біздер осындай схема сызып аламыз. Менде 3 клеткадан. Негізі схемаға осындай клетка болған жақсы. Менде осындай схема, маған қажет емес. Артық кетіп қалған жерлер. Осындай 3-3-тен. Осы схема бойынша тоқитын боламыз. Мен негізі осылай тігінен жанынан тоқып жатырмын. Осылай алып, сіздер былай алып тоқсаңыздар да болады. Бұл жерде барлығы, мысалы, 15 петля кетеді ілмек. Мен 20 ілмек алдым. Екі жоғарына 2 ілмек, төмен жағына 3 ілмек, төмен жаңағы негізгі немізге түсімізге қалатындай қылып 20 ілмек алдым. Менің өзім жакет тоқып жатырмын, соған байланысты осылай тігінен тоқып жатырмын. Алдымен біз жаңағы үшеуін тоқуымыз қажет узор бойынша. Оған дейін мен мына шетінен бастап санайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ілмек жаңағы негізгі түсті тоқимын. Оған дейін менде бұл жағы теріс, мына жағы оң. 1 воздушный петля. Біріншісі. Төртеу. Бесеу. Алтыншысын. Осы екі жіптен аламыз. Енді бізге келесі, бізде мынандай сары жіп болғандықтан жібімізді ауыстырамыз. Келесі узордың жібімен мына немізді аяқтаймыз. Мына жіпті тартамыз. Мына жіпті ортасына салып жібереміз. Де. Біреу. Екеу. Үшеу. Тоқыдым. Мына жібімізді енді ауыстырамыз. Ауыстырғанда мына крестик бойынша мынаны алға жібереміз де, екінші жібімізді артқа шығарып ауыстыратын боламыз. Ауыстырып, екінші түспен аяқтаймыз. Қызыл түспен аяқтайтын боламыз. Енді бізде ары қарай соңына дейін осы түспен бояймыз. Мына жібімізді теріс жағына қалдыратын боламыз. Жібімізді теріс жағына. Үшеуін тоқыдым, жібімді ауыстырып, мынаның ортасына салып, ары қарай алып кетуіміз қажет. Өйткені бізде үшінші қатар, жаңағыдай үшінші қатар, мына қатар тоқитын боламыз. Жаңағынан тоққанбыз. Бізде жоғарында тоқылатын бар. Жоғарғы узор. 1, 2, 3, 4 ілмектен кейін бізде узор басталады. Сондықтан мына жібімізді ортасына салып алып кететін боламыз. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Теріс жағына тастаймыз жіпті. Төртеуден кейін бізге қажет болғандықтан
ары қарай узор бойынша тоқи береміз. Мына жоғарғы мына петляны тоқу керек. Ол үшін 1, 2, 3, 4, менде жоғарыда 2 бар, 6 петля тоқып аламын. 4-еуін тоқыдым. 5-еу, 6-шысынан жібімізді ауыстырамыз. Жібімізді ауыстырамыз. 7-шісіне узордың жібін тоқимыз. Сары жіппен кері жібімізді ауыстырамыз. Өйткені бізде тек қана бір ілмек. Ары қарай 3-еу тоқимыз. 1-еу, 2-еу, ары қарай 3-еу тоқимыз. Жібімізді ортасына саламыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу. 3-шіден жібімізді ауыстырамыз. Өйткені бізде узор сары жіп, төмен қарай 3-еу тоқимыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу. Жібімді ауыстырам, жібімізді тастаймыз. Ары қарай бізге қажет емес бұл жіп. Мына жіппен ары қарай тоқи береміз. 5-еу тоқыдым. 6-шысынан жібімізді ауыстырамыз. Өйткені 7-шісінде бізде узор. 6-шысынан жібімізді ауыстырамыз. 7-ші ілмектен 1-еу, 2-еу, 2-еу, 3-еу. 3-шісінен жібімізді ауыстырамыз. Тағы бізде 3-еу тоқимыз. Мына 3-еуін тоқыдым. 1, 2, 3. Ортасында 1, 2, 3-еу тоқимыз да кері 3-еу. 1-еу, 2-еу, 3-еу. 3-шіден жібімізді ауыстырамыз. Жібімізді ауыстырамыз. Сары жіпті аламыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу. Узор бітті. Жібімізді ауыстырамыз. Ары қарай маған сары жіп керек емес, сондықтан теріс жағына тастаймыз. Ары қарай негізгі жіппен тоқи береміз. Келесі бізде жаңағы мына 5-еуін тоқимыз. Жағынан тоқыдық. 1-еу, 2-еу, негізгі жіппен 3-еу, 4-еу. 4-еу тоқимыз. Сондай 5-шісінен бастап узор тоқитын боламыз. 3-еу. Негізі ақ негізгі жіптерде жаңа қызыл узордың жібі ғой. 2-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу. Жібімізді ауыстырамыз. Жібімізді ауыстырамыз. 4-шіден 5-шісі бізде узор. 1-еу, 2-еу, 2-еу,
үшеу, төртеу, бесеу, үшеуімізді ауыстырамыз. Бесінші ілмектен жібімізді ауыстырамыз, үшеу тоқимыз. Біреу, екеу, екеу, үшеу, жібімізді ауыстырамыз. Үшіншісінде жібімізді ауыстырамыз. Енді үшеу тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, жібімізді ауыстырамыз. Мына жіпті қалдырамыз теріс жағына. Ары қарай негізгі жіпті тоқи береміз. Қиындық жоқ негізі. Тек мына неден узордан шатаспасаңыздар болды. Узордан шатаспасаңыздар болды. Любой оюды осылай торкөз дәптерге немесе торкөз бетке осылай сызып алсаңыздар өздеріңізге оңай.